Орал қаласы тұсында Жайық өзеніндегі су деңгейі 7 метрден асты. Жайық өзеніндегі су деңгейі гидробекетте бір тәулікте 9 сантиметрге көтеріліп, 703 сантиметрге жеткен. Қауіпті шек 850 сантиметр. Қазгидромет Батыс Қазақстан облысы филиалының директоры Тілеген Шапановтың айтуынша, 8 сәуір күні сағат 8:00-дегі мәлімет бойынша Жайықтағы су деңгейі Январцев ауылы тұсында 777, Көшімде 651, Тайпақта 343 сантиметрді көрсетті. Сондай-ақ Көшім каналында 752, Рубежка өзенінде 760 сантиметр болған. Облыстың қалған өзенінде су деңгейінің түсуі байқалады. Соның ішінде Жайыққа құятын шаған өзені Чувашин ауылысында бір тәулікте 35 сантиметрге төмендепті. Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдай департаментінің аға инженері Нұржан Төлеуіш қазіргі кезде қар суынан қауіп жоқтығын, басты назар Жайық, шаған өзендері жайылмаларында орналасқан саяжайларға аударылып отырғанын жеткізді. Саяжайларда тұратын тұрғындарды алдын ала эвакуациялау жұмыстары жүргізіледі. Сондай-ақ Орал қаласы, Бөрлі, Теректі және Бәйтерек аудандарында Жайық өзені жағалауларындағы бөгеттер нығайтылуда. Облыс бойынша су тасқыны басталғаннан бері барлығы 7048 адам көшірілсе, қазіргі кезде 161 эвакуациялық пунктте 1500-ден астам тұрғын орналастырылған, деді Төлеуіш. Еске сала кетейік, бұдан бұрын Оралда Жайық жағасындағы бөгеттерді биіктету жұмыстары жүргізіліп жатырған болатын. Сондай-ақ Нұрлан Байбазаров Жайық өзеніндегі судың көтерілуі 94 елді мекенге қауіп төндіретінін айтты.